126 сабақ. Нұсқаулыққа сәйкес әрекеттер орындау. Бүгінгі сабақта нұсқаулық бойынша фигураларды сызуды, сызықта бейнеленген нүктелердің және заттардың бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықтауды үйренесің. Бірінші тапсырма түзу сыз. Оған А және Б нүктелерін, ал олардың арасына С нүктесін белгіле. С мен Б нүктелерінің арасында жататын Е нүктесін, С мен А нүктелерінің арасында жататын К нүктесін белгіле. А және Б, А және Е, А және С нүктелерінің арасындағы нүктелерді ата. Кесінділер мен сәулелерді ата. Тапсырмада берілгендей түзу сыздық. Оның бойына А және Б нүктелерін орналастырдық. Ал олардың арасына С нүктесін қойдық, А мен Б-ның арасына. Енді С мен Б-ның арасына Е нүктесін қойдық. С мен А-ның арасына К нүктесін қойдық. Енді А және Б нүктелерінің арасындағы нүктелерді атаймыз. Ол К, С, Е нүктелері. А және Е нүктелерінің арасындағы нүктелерді ол К және С. А мен С-ның арасында К нүктесі орналасқан. Бізде А және Б, А және Е, А және С, А және К, К және Б, К және Е, К және С кесінділері бар. А сәулесі бар және Б сәулесі бар. Екінші тапсырма. Кез келген тұйықталған қисық және тұйықталмаған сынық сызықтарды сыз. Қисық сызықтың бойына А және Б және С нүктелерін, ал сынық сызықтың бойына Е, К және М нүктелерін белгіле. Белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықта. Алдымен тұйықталған және тұйықталмаған сынық сызықтарды сызып алдық. Енді осы сызықтардың бойына нүктелерді орналастырамыз. Қисық сызықтың бойына А және Б, С нүктелерін орналастырдық, ал сынық сызықтың бойына Е, К, М нүктелерін белгіледік. А, Б, С нүктелері бір қисық сызықтың бойында орналасқан, ал Е, К, М сынық сызықтың бойында орналасқан. Үшінші тапсырма. Бос тор көздерге 4, 5, 13, 3, 11 сандарын қой. Егер теңсіздік тура болса, онда есептеуді сағат тілінің бағытымен, ал теңсіздік тура болмаса, онда сағат тілінің бағытына қарсы орында. Алдымен бірінші 4 санын қойып көрейік. 4 8-ден кіші. Теңсіздік тура болды. Теңсіздік тура болса, онда сағат тілінің бағыты бойынша есептейміз. Енді 4-тің орнына 13-ті қойып көрейік. Мына жерде теңсіздік тура емес. Демек, бұл жерде сағат тілінің бағытына қарсы орындаймыз. Ары қарай өзің орындап көр. 4-ші тапсырма. Суретке қара. Әріптер мен сандарды пайдаланып, фигуралардың төбелері болып табылатын нүктелердің орналасуын координатасын анықта. Мысалы, бақша 11 Е, 15 Е, 13 В. Бақшаның пішіні 3 бұрыш пішіндес, яғни бірінші төбесін көреміз. Ол 11 санымен және Е әрпімен түйіседі екен. Екінші төбесін көрейік. Ол 15 санымен және Е әрпімен түйіседі. Үшінші төбесі 13 санымен және Б әрпімен түйіседі екен. Үйдің координатасын анықтайық. Бірінші төбесі 2 санымен және Д әрпімен түйіседі екен. Яғни үйдің бірінші төбесі 2D, екінші координатасы 8 санымен және Д әрпімен түйіседі екен. Үшінші төбесі 2 санымен және А әрпімен түйіседі. Төртінші төбесі 8 санымен және А әрпімен түйіседі екен. Үйдің координатасы 2D, 8D, 2А, 8А. Енді өзің көлік жаймен жүзу бассейнінің координатасын анықтап көр. 5-ші тапсырма. Мына нұсқаулық бойынша дәптерге жел диірменін сал. А бөлігі қызыл нүктеден бастап бағдар сызық жүргіз. 2 торкөз солға қарай, 2 торкөз жоғары, қызыл нүктеге дейін бағдар сызық. Қиғаш 2 жоғары, қызыл нүктеге дейін қиғаш төмен қарай, 2 оңға, 2 төмен, қызыл нүктеден кейін 2 дейін бір торкөз бұрыштап,
екі торкөз төмен, екі торкөз солға, қызыл нүктеге дейін бір торкөз қиғаштап сызамыз. А бөлігі көк нүктеден бастап 7 торкөз жоғары, қызғылт сары нүктеден бастап 7 торкөз төмен және 2 торкөз солға қарай. Б бөлігі қара нүктеден бастап жасыл нүктеге дейін бір торкөз қиғаштаймыз, бұрыштан бұрышқа дейін, қызғылт сары нүктеге дейін бір торкөз, бұрыштан бұрышқа дейін. Сендерде осындай желдерменнің сұлбасы шығу керек.